Ерекше дәмді әрі оңай жасалатын тағам түрін жасаймыз. Бір жұмыртқамызға жарты стакан жылы айранымызды қосып, үстінен шай қасық тұз, шай қасық құмшекер және кішкене ас содасын, сұйық майымызды қосып араластырамыз. Үстінен ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымызды целлофанға салып, жарты сағаттай қойып қоямыз. Салмасын жасаймыз. Етімізді осылай ұсақтап турап, жуамызды да ұсақтап турап аламыз. Картофелімізді да ұсақтап турап аламыз. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, сұйық май қосып, барлығын бір келке етіп араластырамыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Біреуін кішкене және біреуін үлкенше етіп.